Жеңіс Сейдоллаұлы, әнші композитор. Менің әкем Сейдолла Шерниязұлы Тайпақтегі Шөмекей Бозғыл, мынау Ырғыз деген жер бар, Ақтөбе облысында. Кезінде Ырғыз уезі болған, үлкен уез. Сол жерден 1928 жылы соңғы көш боп атамыз билікте болған кісі көрінеді. Сол ізіне жаңағы апыр-топырлар түсіп, сол ең соңғы көш осы кенже баласын Шерниязды көшіріп жатқан кезде аралдың жанында түйенің үстінде орамада туады. Ал шешем сол Қазалы ауданында, Басығара, сол Қазалы Қойсақ-Қоз деген жер бар. Сол жерде Сортыбек, Сарыбұлақ деген жерлер бар. Көбек деген ауылдарда дүниеге келген. Ол енді 1932 жылы. Шешем Үрзеба Кәрібайқызы Наржан тегі. Менің әкем де шешем де өте әңгімешіл болатын. Бірақ енді әкем шешемдей емес, енді әкем бір-екі ауыз айтып, қалай-қалай болған. Бірақ әкем туралы немере апайы бар тұғын, сол кісі көп айтатын тұғын. Балалық шақ, 30 жыл туғандар адамдардың балалық шағы қандай болуы мүмкін? Әйтеуір аман қалып, үйінде бір-екі кішкентай бір-екі кесе тамағы болса, содан үлкен бақыт жоқтығын оларға. Бірақ менің әкем, жаңа айтып отырмын ғой, 1936 жылдан 1948 жылға шейін мынау Жетісай деген жер бар Шымкентте. Сол жерде Бәгара деген жер, кейін Киров болды, қазіргі атын білмеймін. Сол жерлерде өсіп, азаннан кешке шейін сол товарный пойызға мініп алып, темір жолдың бойында Ташкентке барып, Ташкентте Алай базарында жаңағы шығысқа белгілі, әлемге белгілі десе болады, өткен Алай базары өте үлкен болған, жібек жолының жаңағы бойында. Сол базарда өсіп, сол өзінің нәпақасын тауып, сол жаңағы үлкен ағасы соғысқа кетіп қайтпады. Сол 12-13 жасар бала сол базарда жүріп, әрине оқудан бөлек кезде. Маған бір әкемнің бір жақсы бір айтатын әңгімесі бар тұғын. Мектебіміз 18 километр жерде болды дейді. Сонда соны қысқарту үшін қамыстың арасымен бір 6 километр қысқартамыз дейді. Қамыстың арасымен кейбір кезде қайтамыз дейді. Сол кезде жан-жақтан шығып жатқан шағалдың дауысы, қасқырдың дауысы, солардың бәрін естіп, бірақ бірігіп алып, өзіміз кәдімгідей өңкей әкелеріміздің бәрі соғысқа кеткен, ағаларымыздың бәрі соғысқа кеткен. Сол балдар болып, сол оқып, оқудан кейін тағы да сол 12 километр жаяу қайтатын едік дейді. Қазіргі әңгімен үшін керек, қазіргі балдарды 12 метр шығарғың келмейді жаныңнан. Ал ол кезде балдар солай болған. Өткені соғыс болып жатты. Біреулер станоктың басында жұмыс істесе, біреулер базарда жұмыс істейді, жаңағы қап тасиды, арба айдайды, сөйтіп оқып жүріп өсті. Әңгіме үшін керек. Кейін ол жақсы білім алып, 1948 жылы үлкен аталарымыз алып келіп, Тайпақтан бір тұяқ қалып еді деп, сол басқа фамилиялармен іздестіріп жүріп, сөйтіп келіп, Қазалы ауданында Байқожа деген жерде, Ақжар деген жерде, сол жерге әкеліп орналастырады. Ал шешемнің балалық шағы, ол да соғыс кезіне түседі. Атамыз Кәрібай соғысқа 41 жылы октябрьде кетсе керек, өйткені ауылнай болған. Соғысқа кеткен бір топтың артына оны қалдырады да, сосын сол октябрьдің басында жалғыз кетеді соғысқа. Мен сіздерге бір тыңдармандарға, көрермендерге айтайын. 9 жасар қыз менің шешем 45 километр түнде жаяу жүріп, әкесін соғысқа шығарып салады. Темір жолдың бойымен. Октябрьде ол кезде Қызылорда облысында кішкентай азғара бола бастайды. Сол кезде ол кезде темір жол дамбыға салынады. Дамбының өткені Сырдария көтерілген сайын темір жолды алып кете бергеннен кейін темір жолды қайта салып дамбыға салады. Сөйтіп сол дамбының жанымен ығымен отырып, Қазалы деген жерге барып, кешкісін шығып кетеді, қолында бір дорба. Сонда шешесі айтады, әкең соғысқа жетем дегенше біреудің қолына қарамай аштан өліп қалар. Мына талқанды, сөкті, бір жапырақ нанды, айранды апарып бер деп, сонда 9 жасар қызына қолына дорбаны береді де қоя береді. Сөйтіп барып, менің шешем таңертең келіп, ол кезде қай бір аяқ киім дейсің, жыртылып қалса керек, түнімен жүріп отырған кезде. Сөйтіп бір немере ағасы, кімнің ат арбасымен келдің деген кезде, өгіз арбасымен келдің деген кезде, жаяу келдің деген кезде жылап қоя берген екен.
Сонда мен түсінбеймін дейді, неғып жылап тұр, менің әкем тірі ма дедім дейді бірінші. Ойбай, әкең тірі, қазір мына военкоматтың ішінде, аманшылық болса түстен кейін соғысқа кетеді деп. Сол жаңағы ішіне кіріп, әкем соңғы рет сонда құшақтап, сонда жылағанда жоқпын дейді. Келетінінен кәміл сеніп тұрмын, бірақ соғыстың не екенін біз қайдан білейік дейді. Сосын келгеннен кейін жаңағы өгіз арбамен сол қайтадан келіп, сөйтіп шешемен келіп айттым дейді. Әкем қатты жылады деп. Сосын шешем оған қосылып жылады дейді. Сосын мен қосылып жыладым дейді. Сөйтсем акасы үлкен соғысқа кетіп бара жатқан кез екен дейді. Сол қайтпайтынын біліп, соңғы хаты келген дейді. Үлкен теңіздің үстінде елім айдайтып, бір топ қазақ, орыстарымыз бар, кетіп бара жатырмыз деп. Ең соңғы хаты сөйтіп келеді негізі. Енді менің әкем де, шешем де мінез сондай жайдары көпшіл болды. Әкем жаңағы бір той томалақта, бір жаңағы өлікте, бір жаңағы бүйтіп не қылып жатса, жаңағы бір дау шығып жатса, өте жек көретін тұғын. Соны бәрін басу айтып, кәдімгідей зікіріп айтып тастайтын тұғын. Өйткені жаңағы өйтіп айтпаса, бір адам айту керек қой енді. Өзі білесіз ғой, өзі қазақта әрбір жерде бір жаңағы дау бір нәрсе шығып жатады мысалға. Сондайды онша жақсы көрмейтін тұғын, жек көретін тұғын. Соған қарағанда оның өзінің жаңағы атадан қалған, сондай бір бабадан қалған мінез сондай шығар деймін негізі. Жақсы жерлерде жұмыс істеді. Бекеттің жаңағы бастығы болды. Жаңағы Байқожа деген бекеттің. Жақсы оқып келді. Менің әкем сол әскерде болып 1951-ден 54-ге шейін 3 жыл сол бендерлермен соғысады. Содан кейін тағы да 8 айға неге қалады, инструктор болып қалады. Әкем мылтықты жақсартатын тұғын. Сондай бір өжеттігі болды. Сосын көп әңгімеге араласпайтын тұғын. Енді шешеміз енді 10 баланың анасы, барлық жерде жүгіріп жүріп, біреуін туып жатып, тамақ істеп жатып, екіншісін тәрбиелеп жатып, бір барған кезде мектепке 10 бала бірақ баратын, 5 бала бірақ баратын тұғын. Әрқайсымыз арамыз 2 жылдан. Бірінші класс, үшінші класс, 5-ші класс, 7-ші класс, 9-ші класс деген сияқты. Сондай болатын тұғын. Соның бәріне үлгеріп, сондай бір ақжарқын мінезді шешем қазір 86-та, 87-ге туған, аманшылық болса. Менің әкемнің бір жақсы сөзі бар тұғын. Жақсы адамды кездестірді, бірақ мен кейін аяққа тұрған кезде, аяққа тұрған деген не ол? 19, 17, 18 жастарында мен аяққа тұрып кеттім. Өйткені келіп мектепте училищеде, музыкальный училищеде оқығаннан кейін сол жерде келіп өзінің соңғы батасын берген. Бірақ ерте қайтып кетті. 1982 жылы қайтып кетті, 54 жасында. Соның алдында келіп, досың көп болсын, жақсы бол, бір-бірлеріңмен дұрыс жүріңдер, жақсы адамды кездестіріп, өзіңе дос қыла алмай жатсаң, өзіңнен де кінә болуы мүмкін деп сөйтіп айтып қоятын тұғын. Жақсы адамдармен көп жүр. Ақыл ол кезде сол үндемей отырып түсіндіретін ақылдар көп болатын тұғын. Қазіргі балдарға енді әңгіме шыны керек, жаңағы ананы оқы, мынаны оқы деп әртүрлі нәрселерді айтып жатасың ғой. Ол кезде бүйтіп көзқараспен түсіндіріп тұратын, көзінің қиығымен түсіндіріп отыратын тұғын. Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс деген сияқты мысалға. Соны көріп өскенбіз, сондықтан әкеміздің көзінше ешқашанда бір артық сөйлеген де жоқпыз. Енді әкеммен мен бір 5 жастан екенмін, 6 жастамын ба. Ол кезде жаңағы начальник станция деген бекеттің бастығы пойызда әшейін жүретін тұғын. Билетсіз. Билеті бар, бірақ солай не қылатын тұғын. Сондай бір несі, жеңілдіктер болатын тұғын. Сол мені алып Ақтөбеге ма, Орынборға ма, сол жаққа барғанымыз есімде. Бірақ ең бастысы, ең үлкен нәрсе, таңертең тұрғызып алып, мені жаңағы қолына ұстап, жаңағы пойыздың жаңағы несін терезесі кішкентай ашып, әне балам, Аралды қара деген. Сол кезде мен ойлаймын, 68 ба 67 жылдар ма екен, 1900. Сол кезде әйтеуір теңізді көргенім бар. Теңізді көрген бар. Сол қайта-қайта бір есіме түсе беретін нәрсесі сол негізі. Жаңағы әкемнің. Содан кейін әкемнің мен училищеде оқып жүрген кезде келіп таңертең бір қолын жай батамды берейін деген кезде мен ұйқымнан енді тұрып жатқам, әке не болып қалды десем, ол кезде мен бірінші подкурста оқимын. Жаңағы дайындық курсында, музыкальный училищенің. Сол кезде сені дейді, вахтерша таниды екен дейді.
сенің аты жөніңді айта қойып едім, ол баланы танимын мен, осындай корпуста тұрады деп айтты дейді. Сосын ойладым дейді, түскеніңе сенің екі ағай сені уже актерсыз таниды, значит сен бір нәрсе білдіріп қойған жоқсың ғой дейді. Жоқ, жақсы жүрмін деп қоямын. Жақсы жүргеніңді маған 3-ші курстың баласы айтып берді дейді. Өйткені соған айтты дейді, мына Жеңістің папасы жаңағы комнатасына, жаңағы номеріне, бөлмесіне апарып тастады деп. Сол келе жатқан кезде сұрамай ма, балам сен нешінші курста оқисың деп. Сөйтсе ана бала айтты, мен 3-ші курста оқимын деп. Сен менің балам подкурста оқиды, сен оны қай жақтан танисың деп. Оны жақсы танимыз, ол гитара тартады, анау жақсы өлең айтады деп. Сосын қандай бала деп әдейі сұрадым дейді. Жақсы, балаңыз мықты екен деп сөйтіп айтты дейді. Соған қанаттанып келіп, маған жаңағы қолын жай бата берем деген сол ғой менің әкемнің. Біз үшін бақыт ол анамыздың жаңа тірі, әйтеуір жаңа демалыс үйлеріне баратын кездер еді негізі. Екінші жағынан адаммен араласу жағы, адаммен жаңағы тіл табыса білуі, сонысын айтып тұғын. Өйткені бір жестпен бір-екі нәрсе көрсетіп жібереді, мысалға, бір адамдармен. Қалай әңгімелесіп кеткенін адамдарды білмей қаламыз бізде. Сонда мен ойлаймын, бұл сонау балалық шақтан, өйткені жас кезінде айттым ғой, жаңа Алай базарында жаңағы кешкісін әйтеуір үйге 1 килограмм бір ұн алып келсе де, ол бір напақа тұғын мысалға да. Сөйтіп өсіп, өніп, әкемнің жақсы оқығаны бар еще. Енді менің ата-анам музыка деген дүниеден қатты алыс деп айтылмаймын, мен шешем енді анда-санда ыңылдап бір нәрселер айтады. Бірақ енді әкем онша жақын болмады деп ойлаймын. Өйткені онша менің музыкаға барам деген кезде не қылмады, былай қолдамады. Жалпы біздер отбасымызбен көпшіліміз негізі. Өйткені көп балалы болғаннан кейін ба, мүмкін ауылда туғаннан кейін ба, әйтеуір бір отырған кезде әйтеуір тофырлап әйтеуір көп болып отырғымыз келеді. Сосын жаңа көптің проблемасы өзіңнің проблемаң болып қалады мысалға да. Енді біз 10 бала болып өскеннен кейін, сосын мен 16 жасында үйден кеткеннен кейін мен ондай нәрселерді онша білмейді екенмін. Бірақ шешемнің мына тапаға салып, мынандай кішкентай шабақ балықтарды жаңа қуырып, оны сүйегімен жеп қоятын кездеріміз енді ол есімде. Шешемнің үлкен талдың түбінде жасайтын 100 ба 150 үлкен кастрөлдің ішіне жасайтын аштпасы мысалға осы күнге шейін есімде. Әңгіме шыны керек, ол дәмдердің барлығы есте қалатын дүние мысалға. Ал арнайы бір нәрсе асып кетті деген, өйткені біз 10 баламыз, көршілер келіп жатады, туған туысқан келіп жатады үйде. Менің енді жаңа айтып отырмын ғой, бұл сұрақтардың жауабының барлығын біздер жаңағы әкеміз көз қиығымен түсіндіретін болса, шешеміз түзу жолмен жүр, сондай нәрселердің бәрінің ол әңгіменің арасында айтып отыратындығын. Біреудің жаңағы ала жібін аттама, жаңағы артық нәрсе алма, біреуге көмектесу керек болса көмектес. Ол кезде біз сөйтіп өскен балдармыз негізі. Жаман сөз айтпауымыз керек, біреуге жаманшылық жасамауымыз керек, жерде жатқан дүниені алмауымыз керек, біреудікі болса алып беруім керек мысалға. Үлкен кісіге жатқан кезде жаңағы өткізіп жіберуім керек, кішіге қолыңды беруім керек. Соның барлығын ол күнделікті әңгіменің арасында айтылып отыратын дүние. Сондықтан біз сөйтіп өскен балдармыз негізі. Ата-аналарыңыз жаныңызда болса, мен айтар едім балдарға, көбірек көңіл бөлу керек ата-анаға. Сен 20-дасың ба, 25-тесің ба, 30-дасың ба, 35-40-тасың ба, ол ешқандай оның несі жоқ, жаңағы айырмашылығы жоқ. Ең бастысы, бір ауыз айтқан кезде бір-екі кесе шай ішіп, мысалға, шешеңе шай қойып беру, жаңағы бір базарға барған кезде көмектесіп жанында болу, мысалға, ол деген ата-ана үшін ол таптырмайтын дүние, ол өте биік дүние негізі. Енді ол ата-ананың бір риза болатыны сондай жерде бір кішкентай бір жаңағы көмектесіп қасында жаңағы не десе қолбалақ болды дейді ма мысалға, сондай болып жүрсең, содан үлкен дүние жоқ негізі. Барында сыйлап қалуға тырысу керек ата-ананы. Мысалға, енді ол дүние деген өзі бір алмасу сондай емес өзі, алма кезек деген сияқты. Сен де ертең үлкен боласың, сол кезде сенің де балаң жаныңда жүрсе, бір ауыз сенің айтқаныңды тыңдап. Сол қарым-қатынаста, өте жақын қарым-қатынаста болу керек ата-анамен. Мен соны жастарға айтар едім.